Мен Сейілханов Марс Маратұлы, нөмірі 1 қазақ жалпы білім беретін орта мектебінің тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымын. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін жұмыс мені кәсіби тұрғыда шыңдады, қанаттандырды. Тәрбие жұмысының сан алуандығын ұғындырды. Осы орайда өзімнің тәрбие саласындағы жұмысымды ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Әр оқушыны ертең қарсы алып, олардың көңіл күйлері мен денсаулығы мен қауіпсіздігін бақылау басты міндетіміз. Баланың денсаулығын нығайту мақсатында таңғы жаттығу жасатып, әрбірін ұлтжандығып тәрбиелеу үшін аптаның жаңа күнін гимн айтудан бастатамын. Мектепте баланың дұрыс тамақтануын басты назарда ұстау маңызды. Дұрыс тамақтану баланың өсуі мен жан-жақты дамуына әсер ететін негізгі фактор. Мектеп асханасының ас мәзірі уақытылы тексеріліп, айтылған ұсыныстар мен кемшіліктерді бірге түзетіп отырамыз. Адамға ең бірінші білім емес тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген Әл-Фараби. Менің жұмыс жоспарымдағы ең басты мәселе құқық бұзушылықтың алдын алу. Оқушылардың құқықтық білімін арттыру мақсатында мектеп инспекторы Ыдырысов Ғарыш Русланұлымен бірге дәріс сабақтары жүргізіліп отырады. Салауатты өмір салтын ұстану, мықты және спортты жаны сүйетін еліміздің нағыз патриотын тәрбиелеу, келешекте отанымыздың көк туын желбірететін азаматтарды тәрбиелеу басты міндетіміз. Осы орайда мектебімізде топ жарған білім алушылар аудандық, облыстық деңгейде жеңімпаз болды. Сонымен қатар мектепте тәрбиеге қатысты жұмыстар үздіксіз жүріп келеді.
ең бастысы тәрбие жұмысында тоқтауға болмайды. Тәрбие жұмысы үздіксіз процесс. Кідірісті ұнатпайды.